Алматыдан үй алайын деп едік, бола ма? Ипотекаға қанша болады алғашқы жарна? Сәлеметсіз бе? Егер де сіз екінші нарықтан алғыңыз келсе, ол дайын үйлерден, адам тұрып жатқан үйлерден екінші нарық деп атайды. Бұл жағдайда сіздің алғашқы жарнаңыз 50%-ді құрау керек. Ол деген сөз, егер де үйдің бағасы 20 миллион болса, онда сіздің алғашқы жарнаңыз 10 миллионды құрау керек. Ол бірінші, және тағы да, егер де сіз депозитіңізге жинамаған болсаңыз, онда ОП-ның өсуін күту керек боласыз. ОП кем дегенде 2,5-ға толу керек. Ол қай кезде толады? Егер де сіз 50%-ын салып қойып болсаңыз, 3 ай банк ол ақшаңызды айналдырады, және 3 айдан соң сіздің ОП-ңыз 2,5-ға толады. Егер де сіз алғашқы нарықтан алғыңыз келсе, онда 30-ды 70-пен алуға болады, және жасыл ипотекамен алуға болады. Жасыл ипотека бойынша алғашқы жарна алатын үйдің 20%-ын құрайды, ал 30-ды 70-пен ол да алғашқы жарнадан, алғашқы нарықтан алғашқы жарна 30%-ды құрайды. Осы үш жағдайда да сіз табысыңызды міндетті түрде растау керек боласыз.